Ене мен келін. Автор Ұларбек Нұрғалымұлы. Баяғыда ит пен мысықтай арбасқан ене мен келін бір үйде тұратын көрінеді. Бір-бірін көргенде кірпідей жиырылып, түрпідей тиіседі екен. Келіннің берген асы мен сөйлеген сөзін былай қойғанда, тық-тық етіп жүргенде кемпірдің жүйкесіне әбден тиіп болыпты. Отырса опақ, тұрса сопақ. Қысқасы, кең дүние тарының қауызындай тарылып, қажаса екеуі де титықтап тығырыққа тіреліпті. Күндердің күнінде құлағының құртын жеген енесінен жауыр аттай қажыған келіннің ойына жамандық түсіпті. Күншілік жердегі елге танымал бір емшіге барып, кемпірден көрген қорлығын көз жасын сарқып отырып айтып, кемпірді өлтіретін дәрі жасап беруін өтініпті. Көпті көрген қарт емші келіншекке бір құты дәрі жасап беріпті де мынадай кеңес айтыпты. Бірден өліп қалса, бала шағасы, туыс-туғандары сенен көрері анық. Сондықтан бұл дәріні күнде аздап беріп отырасың. 3 ай өткенде кемпірдің шаруасы бітеді. Қатан ескертер бір жайт, ол кісіге бұрынғыдай сөз қайтарма. Не десе де сіздікі жөн дей бер. Онсыз да 3 айға ғана ғұмыры қалды ғой дейді. Келіншек үйге келіп, емшінің айтқанын айнытпай істеуге кіріседі. Алайда басқа шарт бір төбе, әлгі емші айтқан шарт бір төбе. Алғашында біраз қиналады. Кемпірдің ерні қыбырлай бастаса, келіннің де тілі жыбырлай бастайды. Көкірегінен лап етіп көтерілген қызыл жалын жұтқыншағына келгенде, емшінің айтқан сөзі есіне түсіп, тұтығып тұрып қалады. Сөйлеп қал, 3 ай ғана ғұмырың қалды ғой деп іштен тынады. Сөйтіп жүріп апта өтеді, ай өтеді. Кемпір болса аң-таң, баяғыдай арсылдап тұрған келін жоқ. Әй қатын, әкел ананы, тарт мынаны деп қолды бір сілтесе болғаны, келін байғұс жерге салмақ түсірмей желе жөнеледі. Қимылы да, сөзі де жеп-жеңіл. Міне апа, тағы не керек деп қиылып тұрғаны. Кемпір ойлана бастайды. Құдай-ау, мына сорлаған не ұрса берем, сонша не жазып еді деп өзін кінәлай бастайды. Сөйтіп ененің еміреуінмен жүгірген 2 ай артта қалған соң, келіннің көңілі бір түрлі күй кеше бастайды. Тіпті бір күні мынандай оқиға болады. Тістей қатып отыратын кемпір келіннің еркелете шақырып алады да, аузында өмір бақи баданадай құлып тұратын сандығын ақтарып, мынау білезік, мынау жүзік, бәрі сенікі. Мен оны көрге алып кетеді ғой дейсің бе? Тағып ал, көркейіп жүр қарағым деп елжірейді. Міне қызық, енесінің қылығына көңілі бордай босап қоя берген келіншек аузығы бөлмеге атып шығып, қос білегін көкірегіне басып отыра кетеді. Қайран енем-ай, өлеріңді білгеніңде бұл не еткенің, қасиетіңді ғұмырының соңында бірақ білдім-ау, бірақ ай қалған деп ағыл-тегіл жылапты. Содан өкпесін қолына алып өткендегі емшіге барады. Өзінің оңбай қателескенін айтып, әлгі дәріңіздің күшін қайтарып, енемді аман алып қалатын дәрі жасап беріңізші деп, жылап-еңіреп емшінің етегіне оралады. Тартысы мол өмірде талай көйлек тоздырған әлгі емші келіншекті шынтағынан сүйеп, орындыққа отырғызып қойып былай дейді. Мен берген дәрі кәдімгі су болатын. Адамға ешқандай зияны жоқ. Менің мақсатым екеуіңді татуластыру. Елді ол ондалды. Енең Алланың берген жасын жасайды. Әзір өлмейді, бара ғой депті. Қуанған келіншек жазира даладай жайыла сала беріпті. Сондықтан арма ағайын келіншектер, енелеріңізді сыйлап, алдарында жіптей болып алақандарыңызда ұстаңыздар.